Жазаласын енді сен, бодан ана бала деп, әліппеде аттама, тағы кесе дана бол. Оқиды нәғіз азадын, білімде қол созадын, оқшы болып сауатты, білімден тегін қазадын. Қолға кітап дегеннен, таудай болып үйгенем, анашым деп жазуды әліппеден үйренем. Жазаласын енді сен, барлық сөзді дәптерге, әліппені үйреткен ұстазында қастерде. Жақсы кітап әліппе үйретеді әріпке. Қуыршақпен қоштасын, әліппемен достасын. Адам бастап әріпті түгел маған танытты. Әліппе деген қолға тиді. Үйден бол. Ой, біле. Қолдағы әліппе, әліппеде тұрады. Сен аты сөзінде әліппеде тұрады. Мен алғаш қалғанымда әліппені қызғып қарай бердім әріптерге. Мен үшін жұмбақ болып қалар еді. Ұстазым оның кілтін алып берді. Әліппе білім бұлаға, әліппе мысыраға, әліппе білім көзі, әліппе бұлағайының асы. Әліппені ашқанда бәрі бала құланған. Сенің ана тілінден әріптерден құралған. Рахмет саған әліппе, көп нәрсені үйреттің. Таныстырып әріппен тақылдатып сөйлеттің. Бар әріпті үйрететін не мен әліппем жақсы оқимын сабақты. Келесі кете берсе бері берсе келесіге. Әріптерді танып мен. Келесіге бере берсе бере бер. Бар кітапқа бас болған, әліппе ғылым анасы, әліппеден басталған даналықтың данасы. Ұстаз бізге үйретті әрбірді, біздер үшін арты көп жастарын. Қалам ұстап қосу мені алуды есептеді грамматика заңдар. Әке шеше әліппе, бізге үйлетін әліппе, бізге нағыз жақын сен, сенен білге әліптен. Әліппе менің әліппем, сені қолға алып мен, есігін ашып мектептің етек сәуле жарықпен. Астық әліппеден сасын оғамын әліппе. Келесіге бере берсе бере бер. Бұрқырат, білімнен қайнар көзін көріппен, том-том болған кітаптың басы болған әліппем. Арыстан қырек әліппем, қошпаумен қажет әліппем, сені арқан оқы жазағаным, сауат адам санатыңа кіргенім. Енді біз ғажа білем, әлті қос, әліпке низа бол, сан жүрем, әліппе білім анасы, әліппе кітаптанасы, әліппе бетін ашпаған адам бар ма баласы? Дегенде алғаш мектепке білмеуші едік әріпке.